Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Міне бүгінгі бейсенбілік деп айтсақ болады. Мынау өзіміздің өлкеміз, туып өскен жеріміз, яғни Төле би ауданы. Мынау таулы бөктер. Оның ішіндегі бір бүлік бар, қасқа суымыз бар, сайрам өгем ұлттық паркымыз бар. Мына керемет тауымыз бар. Біз осымен мақтанамыз, осымен ел жұртпен мақтана айта аламыз. Сол үшін әрбір келген жолаушы бар, әрбір келген туристіміз бар, әрбір келген демалушымыз бар. Сол жігіттерге үндеу деп айтсам болады. Өйткені демалған кезде жалпы табиғатымызды аялау мақсатында, табиғатымызды сақтау мақсатында жаңағыдай мусорымызды шашпай, мынау ішіп кеп жеген тамағымызды тастамай, ысырапшылық істемей, мынау жинап жатырмыз ғой, баклаштық деп жатырмыз. Әрбір дүниені жақпай, әдемі бір демалып кетсе деген бір ниетіміз бар. Өйткені қазір заман басқа бір елді мекендерге, шетелдерге барсаңыздар, Турция болсын, көрші мемлекеттерге барған кезде бұндай жаңағыдай мусор шашып, темекінің бычогын тастап, немесе арақтың бутылкасын тастап атқан адамдарды көрмейсіздер. Ол елдің мәдениеті деп ойлаймын. Жалпылама мынау әкімшілікпен ұйымдастырып жатқан, оның ішінде спортшылар бар, өнер адамдары бар, жаңағыдай ұжым бар. Соның бәрі атсалысып, осындай апта сайын осындай тазалыққа шықсақ деген ойымыз бар.